Күнделікті тұрмыста қолданылатын тұздың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Тұздың емдік қасиеттерін адамдар ертеден ақ білген. Тұздың адам денсаулығына тигізер пайдасы орасан зор. Тамақтың дәмін кіргізетін кәдімгі ас тұзы ауыз қуысы мен тұмауды емдеуде жақсы көмектеседі. Тіпті тұзды пайдаланып, буын мен тамыр ауруларынан бастап артық салмақтан арылуға дейін болады. Сіздермен бірге жаңға адау арнасы түрлі ауруларды тұзбен емдеудің жолдарын бөлісетін боламыз. Пайдалы ақпаратты өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Буындарды тұз таңу арқылы емдеу. Буын қабынулары мазаласа, артрит, ревматизм, бурсит 10% тұз ерітіндісін дайындап, оған бинтті батырып, аяққа бірнеше қайтара байлаңыз. Таңылған күйінде 10 сағат тұруы қажет. Процедураны 2 апта жасап тұру қажет. Артық салмақ. 2 килограмм қайнатылған немесе теңіз тұзын жылы су толтырылған ваннаға салыңыз. Сосын суға 15 минут шомылыңыз. Мұндай ванна сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бас ауруы. Бас ауырған кезде тұзды суға бинтті малып, таңып тастаса науқастың жағдайы жақсарады және жағымсыз әсерлерді жоюға көмектеседі. Күйікті емдеу. Тұзды таңу арқылы терінің шағын аудандарында орналасқан күйіп қалған жерлерді емдеуге болады. Тұздың әлсіз ерітіндісі зақымдалған ұлпалардың тезірек қалпына келуіне ықпал етеді. Ісіну мен ауырсынуды жояды. Тісті емдеу. Тісіңізді аман сақтағыңыз келсе, әр таң сайын аузыңызды тұзды сумен шайыңыз. Ол тек тісіңізге емес, қызыл иегіңізге де пайдалы. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.